Неге олар кінәлі емес қой Қайрат Нұртастың ата-анасы болғанына. Менің екінім кінәлі емес қой Қайрат Нұртастың інісі болғанына. Менің отбасым бала-шағам кінәлі емес, мен Қайрат Нұртастың отбасы болғанына. Олар күнде банан жейді, олар күнде ананас жейді. Әрқайсының астында машина, Аллаға шүкір. Оның бәрін істеп мен, олар мойындайды. Бірақ мен қараған басында қашқан жет емеспін. Мен осы уақытқа шейін жасым осы жерге келсе де, бүткіл табысымды бірінші анама апарып беремін. Соның арқасында шығар анам берекелі бәріне шашып беруші. Ол бәрін ойлайды. Ал мен өз қарақан басымды ойлап осы кезде самолет алып кетіп қалып басқа жақта жүрсем, или әке-шешем ауылда тұратын болса, ол кезде мен не бақыт маған. Олармен бірге көрмеген бақыт маған, бақыт емес. Сондықтан айтарым маған, қарақан бастарыңызды ойламай, қасындағы бауырларыңызға Аллах тағала несіп етіп қойғаннан кейін, сен арқылы сен беруің керексің. И оған міндетсінуің керексің. Сол кезде сен бұған болып жүре бересің.